Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз қазақ әдебиеті сабағының пәнінің екінші сабағын бастаймыз. Біз өткен сабақтарда көне дәуірден жеткен ескерткіштерді қарастырған болатынбыз. Енді біз жыраулар поэзиясына көшеміз. Бізде жалпы қазақ халқында жыраулар өте көп. Егер жыраулық поэзия мұрасын алып қарайтын болсақ, ол жерде де осы бертінгі уақытқа дейін көптеген жыраулардың мұралары халық ауыз әдебиетінен, әртүрлі кітаптардан, баспалардан табылып жатты, және көптеген жырауларды біз тізіп айта аламыз. Бірақ бізде сіздердің спецификацияларыңыз бойынша берілетін жыраулар осы бізде 5 жырау ғана беріледі. Қазтуған, Жиембет, Ақтанберді, Шалкез, Бұқар жыраулар. Сондықтан біз тек осы жыраулардың шығармашылығына ғана тоқталамыз. Ең алдымен жыраулардың шығармашылығына тоқталмас бұрын жырау деген кім, жыр деген не, жыршы деген не, соларға тоқталып өтейік. Жырды білеміз, белгілі бір ұйқаспен құрылатын, белгілі бір тақырыппен идеядан құралған, белгілі бір ойды бізге жеткізетін поэзиялық туынды. Ал жыршы мен жыраудың бір-бірінен айырмашылығы ол түсінікті. Жыршы ол жырды тек қана орындайды, өз жанынан шығармайды. Өзінен бұрынғы өткен жыраулардың туындыларын орындап бізге жеткізушілерді жыршылар дейміз. Ал жырау болса, ол өзінің жанынан тудырып, осы жыраулық поэзиялық шығармаларды шығаратын ақындарды айтамыз. Бірақ бұл кісілердің басқа ақындардан, басқа дәуірлердегі ақындардан ерекшелігі болған. Жыраулардың ең бірінші ерекшелігі олар міндетті түрде белгілі бір ханның, белгілі бір билеушінің қасында жүріп, оның оң қолы қызметін атқарып, оның кеңесшісі болып, керек кезде оған қарсы сөз де айта білетін, ханды қателік жасаудан сақтайтын, керек кезде кеңесін беріп қолдайтын да осы жыраулар болған. Екінші жырауларға тән басты қасиеттің бірі, олардың көпшілігі батыр болған, қолбасшы болған. Олар тек қана жыр шығарып қоймаған, керек кезде елге қауіп төнген кезде жауға қарсы шығатын болған. Жыраулық поэзияның осындай ерекшелігі бар. Яғни жыраулардың осындай ерекшелігі бар. Енді жыраулар поэзиясын бізде Қазтуған Сүйініш жылынан бастаймыз. 15-ші ғасырдың өкілі. Кейбір деректерде енді 17-ші ғасыр деп берілген, бірақ көпшілік еңбектерде 15-ші ғасыр деп қарастырамыз. Қазтуған жырау бізде туған жері Еділ бойы, яғни Астрахань облысы, Красный Яр деген жерде дүниеге келген. Еділ деген қазіргі таңда білесіздер, бұл өңірлер Астрахань, Красный Яр, егер де Google-ға теріп қарасаңыздар, бұл қай мемлекетте? Бұл көршілес Ресей мемлекетінің жерінде қалып қойған біздің байырғы ата-бабаларымыздың жері. Тарихты алып қарасақ, Ақ Орда, Алтын Орда ыдырағаннан кейін Ноғай ордасы болды. Ноғай ордасында біздің қазақ халқы, жалпы көптеген рулар мен ұлыстар, Ноғай халқы барлығы бір мемлекеттің астында бір халық ретінде өмір сүріп жатты. Және айналасындағы басқа да хандықтардағы туысқан халықтармен тығыз қарым-қатынаста болып, сол заманда тіпті хандықтардың арасында шекарада қатты бекітілмеген адамдар бір шекарадан бір шекараға өтіп, өзара құдандалы болып, туысқан болып, солай өмір сүре берген. Сол замандарда белгілі бір жеке бір қазақ деген мемлекет, өзбек деген мемлекет деп жеке болмаған. Ол кездегі рулар мен ұлыстардың барлығы бір мемлекеттің ішінде өмір сүріп жатты. Сол кезеңде Орыс хандығының күшейіп, айналасындағы басқа халықтарды отарлай бастауы, басқа хандықтардың әлсірей бастауы осы Ноғай хандығына да өзінің әсерін тигізді. Осы 15-ші ғасырлардан бастап Орыс князьдығы күшейген кезде, Ноғай ордасының жағдай әлсіреп бара жатқан кезде, көптеген өздерінің туған жерлерін тастап, халық көшуге мәжбүр болған. Яғни жаудың жағы күшті болғандықтан, жау жағы басым болғандықтан, халықты, елді аман алып қалу үшін жерді тастап кетуге мәжбүр болған. Және осы
Қазтуғанның өмір сүрген ғасыры, өмір сүрген дәуірі де тура осындай бір ел басына қиындық туған кез болатын. Еділ бойы Астрахань осы Қазтуған шығармаларында ең негізгі аталатын жер. Негізінен Қазтуған жырау өте бір бай дала шонжарларының отбасынан шыққан, өзі де қолбасы, әскер басы болған, жорықтарға қатысқан, әкесі Сүйініш, анасы Бозтуған, ол туралы өзінің жырында айтады. Және ел арасында Қазтуғанды қарға бойлы Қазтуған атап кеткен. Бұл жерде қарға бойлы дегенде сіздерге бірден ойларыңызға келуі мүмкін, бойы қарғадай ғана болған шығар, сол себепті халық оны қарға бойлы деп атап кеткен шығар деп. Бірақ ол дұрыс емес. Ғалымдардың зерттеуі бойынша негізінен қарға бойлы деген сол заманда оның шыққан тегін сондай бір ру тайпаның болғандығын білдіреді. Яғни егер де сіздер Google-ға осы Каргополия деген жерді жазып көрсеңіздер, ол да бір Ресей жерінде қалып кеткен бір ауылдың аты шығады. Яғни бұл да сол өңірлерде мекен еткен біздің ата бабаларымыздан қалған белгілі бір рудың, жердің атауы екендігін білдіреді. Келесі, Қазтуғанның бізде ең атақты жыры ол Мадақ жыры немесе Бұдырайған екі шекелі деп басталады. Бұл жырда Қазтуған өзін сипаттайды. Осы жырда өзін сипаттауына қарап та біз оны қарға бойлы, бойы кішкентай болған екен деп айта алмаймыз. Яғни ол өзін сөйлесе қызыл тілдің шешені, айдаса қойдың көсемі деп өзінің әрі батыр, әрі би, әрі шешен, ірі тұлғалы, қолбасы, бір керемет текті отбасыдан шыққан бір керемет адам болғандығын өзін мадақтап осы жырда айтады. Бұл Мадақ жыры дегенде Қазтуған ең бірінші есімізге түсу керек. Ол кісінің бір қолтаңбасын білдіретін жыр деп айтсақ та болады. Одан кейін бізде Алаңдалаң алаң жұрт, белгілі би Көксеңгір және Қазтуғанның қонысымен қоштасу жыры. Сіздерге оқулықта мектеп бағдарламасында берілетіні Қазтуғанның қонысымен қоштасу жыры. Осы жырлардың ішінен міндетті түрде сіздерге осы соңғы берілген жырды оқу керек болады. Мадақ жырының ерекшелігі ол жерде Қазтуғанның бір Қазтуған поэзиясының керемет бір қуаттылығы сезіледі. Бұл сол замандағы шыққан жырлардың басқа ешқайсысына ұқсай қоймайтын өзіндік бір эстетикалық қуаты бар шығарма. Негізі былай алып қарасаңыздар, жалпы жыраулар шығармашылығын оқысаңыздар, көп жолдары ұйқаспайды және көптеген бунақтары, буын саны кішкене әр жолда әртүрлі болып келеді. Енді бұған да түсіністікпен қарауға болады, өйткені бұл кезең әлі поэзияның енді биікке көтеріліп келе жатқан кезі және сонымен қатар жыраулардың бұны қиындық кезеңінде, жауға шауып жүрген кезеңдерінде шығарғандықтан, бұлар әрі ауызша шығарылғандықтан, ауыздан ауызға тарағандықтан, қазіргі поэзияның өлеңдерімен салыстыруға әрине келмейді. Бірақ сол заманғы поэзия үшін бұл жырлар көркемдік қуаты жағынан шоқтығы биік туындылар болып табылады. Мадақ жырының мәтінімен толық танысып шығыңыздар, себебі бұл Қазтуғанның негізгі жыры. Бұл енді тестта спецификацияда жоқ болғандықтан тестта келмеуі мүмкін, бірақ өздеріңіз Қазтуғанның өлеңін, жырын басқалардан ажырата алу үшін оқуларыңызға кеңес беремін. Өзінің Қазтуған Сүйінішұлы екендігін, өзін мұсылман мен кәуірдің дейді, яғни кәпірлер мен мұсылмандардың арасын өтіп бұзып дінді ашқан, яғни өзінің қолбасшы болғандығын, басшы болғандығын, би болғандығын осы Мадақ жырында көрсетеді, айтады. Ары қарай сіздерге Қазтуғанның қонысымен қоштасуы деген жырды барлық баспада, әртүрлі баспада қалай берілген, сол бойынша оқып салыстырып шығу керек. Негізінен ең жырдың толық нұсқасы сіздерге Атамұра баспасында және Арман ПВ баспасында берілу керек. Бұл жыр арайна билер арайна, арайна десем болғайма деп басталады. Арайна деген сөздің мағынасы сабыр, ұстам, тоқтам деген мағынада. Мұндай сіздерге мағынасы түсініксіз сөздер жыраулар поэзиясында жиі кездесуі мүмкін. Сондықтан
мағынасын түсінбеген сөздің мағынасын тауып алып, ашып, өздеріңізге түйіндеп алуға немесе бір жерге жазып алуға әдеттеніп отырыңыздар. Өйткені бұл да толық жырды түсінуге сіздерге көмектеседі, және тест сұрақтарында да келіп қалуы мүмкін. Сіздер де енді кітапты оқулық бойынша дайындаласыздар ғой. Оқулықты ашқан кезде осы жырдың астында немесе жанында міндетті түрде сіздерге мағынасы түсініксіз көнерген сөздердің қасында мағыналары беріліп тұрады. Сондай жерлерге де қарап мән беріп оқып отырыңыздар. Қазтуғанның қонысымен не себепті қоштасқандығын ол осы жырдың ішінде анық түрде айтады. Ойылда қиыл жем сағыз, қайран саланың жатқан аңғарай дейді. Яғни бұл жерде жиі аталатын жер су атаулары ол ойыл, қиыл, жем, сағыз, еділ бойы деген жерлер аталады. Аштархан деп беріледі, яғни Астрахань облысы. Осы жерлердің көпшілігі бізде Ресей жерінде қалып кеткен, кезінде осы Ноғай ордасының ыдыраған кезінде жаудың қолында қалып кеткен жерлер. Сондықтан осы жер атаулары бойынша да астын сызып алып, қай жерлерде екенін міндетті түрде картаны ашып қараңыздар. Бұл сіздердің есте сақтауларыңызға жақсы көмектеседі. Ары қарай еділді қоныс етпеңіз, жағалай қалмақ алады. Жайықты қоныс етпеңіз, сыдыра біткен көкжиек, кәпірлер қала салады. Аштарханды қоныс етпеңіз, шаһарын оның алады дейді. Яғни бұл жерде анық түрде осы еділді, жайықты, Аштарханды орыс елінің жаулары, отарлаушы халық алып жатқандығын анық түрде айтады. Еділді алса елдалар, енді алмаған не қалар? Яғни еділді алса біз жау қолында кетеміз, халықтың барлығы бағынышты болады деп, сол себептен бұл жерлерді тастап кетуге мәжбүр болған. Жайықты алса жандалар, жандалған соң не қалар? Ойылды алса ойдалар, ойлашы сонда не қалар? Яғни халықтың жойылып кетуінен, ұлттың түбегейлі жойылып кетуінен сақтанған осы ата-бабаларымыз, яғни Қазтуған сияқты жыраулар осылайша өздерінің түпкі ниетін осы Қазтуғанның қонысымен қоштасу жырында көрсетеді. Әрине, елді жерді жау қолына тастап кету бұл оңай нәрсе емес, бірақ халықты сақтап қалу үшін солай жасауға мәжбүр болған. Бұл ары қарай айтады, бұл қоныстан кетпесең, мұны талақ етпесең, атаңа нәлет кәпірдің пайдасына қалмаса игі ноғайлы қазақ жұртының кейінгі туған балдарай дейді. Яғни ол кезде ноғай мен қазақ халқы бір халық ретінде бір мемлекеттің астында өмір сүрген болатын. Қазіргі таңда да оның дәлелі ретінде сіздер мысалы ноғай тілін алып қарасаңыздар, қазақ тілімен өте қатты ұқсас келеді. Ол тілді біз аудармай-ақ тура мәтінін оқысақ немесе бір жерден естісек, бізге өте жақын, толық 90%-ға біз түсіне аламыз. Алаңдалаң алаң жұрт деген өлеңде, бұл жеке бір өлең, бұл да Қазтуғанның қонысымен қоштасу жырына ұқсас келеді. Кейбір нұсқаларда осы арайна билер арайна деп басталатын және осы алаңдалаң алаң жұрт деп басталатын екі жырды біріктіріп бір жыр ретінде берген, ал негізінде бұл жеке алып қарағанда бір ғана жеке жыр. Осы жырдың соңында қайранда менің еділім, мен салмадым сен салдың, қайырлы болсын сіздерге менен қалған мынау еділ жұрт деп аяқтайды. Яғни жерді қанша жерден жау қолына тастап бара жатса да, қайырлы болсын сіздерге деп жауға бұл жердің қайырлы болуын тілеп тұр. Яғни мұндай идея, мұндай сарынды біз тек Қазтуған және Асан Қайғы сияқты ұлы жыраулардың шығармашылығынан ғана байқай аламыз. Бірақ сіздерге осы шығармалардың барлығын оқыңыздар демеймін, тек Қазтуғанның қонысымен қоштасуы дегенді Атамұра, Арман ПВ және мектеп баспаларынан оқып қарап көріңіздер. Ары қарай бізде қарастыратын жырау Жиембет, жырау Бортоғашылы, өмір сүрген туылған жылы белгісіз 1570 пен 75 жылдар аралығы деп келтіріледі және дүниеден өткен жылы 1643, яғни 16-17 ғасырларда өмір сүрген жырау. Туған жері Батыс Қазақстан өңірі, Есім ханның қасындағы беделді биі болған, қасындағы кеңесшісі болған жырау және қолбасшы. Сіздерге әрбір
жыраудың қасында қай ханның қасында қызмет еткендігін жатқа білу керек болады. Сондықтан конспектілеу кезінде міндетті түрде қасына хандардың атын жазып отырыңыздар. Қазтуғанның негізінен қай ханның тұсында өмір сүргендігі қатты атала қоймайды, бірақ Жиенбеттің өзінің жырларында нақты осы Есім ханға арнаған жырлары бар. Оның алғашқысы еңсегей бойлы ер Есім. Асты сызылып тұрған себебі біз осы жырды ғана қарастырамыз. Одан бөлек әмірін қатты Есім хан, қол аяғын бұғауда, әй қыңыр ер, басы саудың түгелдір деген секілді жырлары бар. Сіздерге мектеп бағдарламасында осы еңсегей бойлы ер Есім жыры берілген. Бұл жырдың шығу тарихы Мақаш Бекмұхамедов айтады. Есім ханға Қалмақ ханы бір қыз жіберген екен, бірақ Жиенбеттің Жолымбет деген інісі ол қызды ұнатып қалып, ханға апара жатқан жерден алып қалған дейді. Осының кесірінен Жиенбет өзінің інісіне ашуланған, бірақ кейін екеуінің арасындағы араздықты Жиенбет жыраудың бәйбішесі Айсанғыз жойып жіберіп, екеуін татуластырған екен. Бірақ сонда да бұл Есім ханға ұнамай, Есім хан оның інісі, Жиенбеттің інісі Жолымбетке де, Жиенбет жыраудың өзіне де кек сақтап, осыдан араларында араздық басталған екен. Және Мұхтар Мағауин өзінің Алдаспан деген еңбегінде осы Жиенбет жыраудың арғы атасы Ноғайлыдан шыққан батыр, Алау батыр деп айтқан екен. Яғни бұлай алып қарасақ, осы кезеңдегі өмір сүрген жыраулардың көпшілігінің түпкі тегі Ноғай ұлтынан болады. Бірақ оны біз толықтай қазақ деп айта алмаймыз, өйткені бұл жыраулар Ноғай халқының әдебиетінде де бар болуы мүмкін. Ортақ болғандықтан, сол кезде екі халық бір мемлекет астында өмір сүргендіктен, олардың түпкі ата бабаларының Ноғай болуы да заңдылық. Енді осы Мақаш Бекмұхамедов берген нұсқа бойынша бізде мынадай ақпарат бар. Оның інісі Жолымбет болған, бәйбішесінің есімі Айсанғыз, әкесі Бортоғаш, арғы атасы Алау батыр деген осындай ақпараттар бізге белгілі болды. Және бұл ақпараттар арқылы біздің түсінгеніміз, осы Жиенбет жырау Есім ханға арнап, еңсегей бойлы ер Есім деген жырды осы арадағы туған араздыққа байланысты шығарған. Ал ол араздықтың себебі жаңа ғана айтып берген Жолымбет пен сол бір Жиенбет арасындағы оқиғаға байланысты болған. Егер жырды сіздер толық оқитын болсаңыздар, ондағы мәтінге назар аударып, айтылып жатқан оқиғаны, осы тууына себеп болған оқиғаны еске түсіресіздер. Енді сіздердің назарларыңызды мен мынаған аудартқым келеді. Бұл жырдың бойында теңеулер қолданылған. Меніменен ханым ойнаспа, менің ерлігімді сұрасаң, жолбарыспенен аюдай, өрлігімді сұрасаң, жылқыдағы асау тайыңдай, зорлығымды сұрасаң, бекіре менен жайындай, беріктігімді сұрасаң, қарағай менен қайындай, көруші едім Есім хан, ханымды күнімсізді айымдай дейді. Яғни ол ханға өзінің қарсылығын білдіріп тұр, менімен ойнаспа деп тұр. Яғни әрбір жыраудың өзіне тән стилі, өзінің айтқан сөзі, өзінің соны айтудағы мақсаты болады. Соған қарап біз қай жырау туралы айтып жатқанын бірден таба аламыз. Яғни бұл жерде сонымен қатар аюдай, тайыңдай, жайындай деген секілді теңеулерді өте асқан шеберлікпен қолданған. Ары қарай сырым саған түзуді садаққа салған бұлыңдай, жұмыскерің мен едім, сатып алған құлыңдай, жүруші едім араңда, өзіңнің інің менен ұлыңдай, мен өлсе құнсыз кетер демесен, кешегі өзіңнің ұрып өлтірген, тілеу берді құлыңдай дейді. Яғни жырдың бойында кездесетін кісі есімдерінде байқастаймыз. Себебі егер жырдың кез келген жолынан сіздерге үзінді беріліп, бұл кімнің жыры, немесе бұны жырлаған қай жырау десе, жырдың бойында кездесетін кісі есімдері бойынша да еске түсіреміз. Яғни Тілеуберді құл емеспін, яғни сенің бұрын болған Тілеуберді сияқты құлың емеспін деп ханның өзіне қарсы шығады. Және жырдың өзінің басында Есім ханның атын атайды. Одан кейін жалпы Есім хан билік еткен жылдары қалмақтар, ойрат қалмақтар қазақтарға шапқыншылық жасаған екен. Ол шамамен
1600-1640 жылдар аралығында болған екен. Қалмақтың ханы арада жауласпаймыз деп келіссе де, халыққа өздерінің елшілерін жіберіп Есім ханға, бірақ соңында уәдені бұзып елші жіберген болып, тыныш жатқан елге шауып өзінің күшін көрсеткен екен. Сол кезде есіне алған Жиембет жырау Есім ханға соны осы жырда бетіне басады. Сіздің естен кеткенмен біздің естен кеткен жоқ. Қалмақтың бөрі ханы келгенде соқыр бурыл байталға сонда бір жайдақ мінгенсің дейді. Яғни сол кезеңдегі болған оқиғаларда Есім ханның қандай болғандығын өте бір тіке айтып отыр осы жыр арқылы. Және жырдың соңында Жиембет жыраудың ханға қатты өкпелі болғандығы білінеді. Арқаға қарай көшермін, алашыма ұран десермін, ат құйрығын кесермін, ат сауырын берермін, алыста дәурен сүрермін, қарамасаң ханым қарама, сенсізде күнімді көрермін дейді. Яғни бұл жырдан біз жыраудың ренішін және арқа еліне қарай көшетіндігін айтып отырғанын байқаймыз. Және жырдың құрылысына да мән беріңіздер. Бұл жерде бірыңғай дауысты дыбыстардан басталып тұр, және бір ғана дауысты дыбыстан басталып тұр, барлығы А дыбысынан. Бұны егер есімізге түсіретін болсақ, әдебиетте бірыңғай дауыстылардан басталатын болса, оны біз ассонанс деп атаймыз. Ары қарай бізде Шалкиіз Тіленшіұлы кейбір ғалым зерттеушілердің еңбектерінде Шалкиіз емес, Шәлгез деп берілген, бірақ Шалкиіз, Шәлгез екеуі бір адам. 1465-1560 жылдары өмір сүрген, Жайық өзенінің шығыс бөлігінде дүниеге келген жырау. Оның әкесі Тіленші бай шонжарлардан болған, анасы Ноғайлы халқының басқарған Мұса деген бидің қызы болған екен. Оның анасы ерте қайтыс болып, ол нағашыларының қолында өскен, яғни Ноғай халқының қолында өскен. Ақын, жырау, батыр, 30-ға жуық толғауы бар. Және оның қай ханның тұсында өмір сүрді дегенде, бірден есімізге би Темір, яғни Темір бидің тұсында, Темір ханның тұсында өмір сүргендігі есімізге түсу керек. Яғни Жиембет ол Есім хан, Шалкиіз ол би Темір. Және оның өміріне қатысты тарихи бір дерек 16 ғасырдың 40 жылдары Жүсіп пен Ысмайыл тартысында Жүсіптің жағын ұстанған, яғни Ноғай ордасында Жүсіп пен Ысмайыл деген екі тұлға, билеушілерден болған екі тұлға бір-бірімен екеуінің саяси көзқарастары бір-біріне қарама-қарсы болған. Ысмайыл ол орыс жағын жақтаса, Жүсіп өзінің Ноғай халқының тәуелсіздік алуын қалап, ол орыстың ығына жығылмауын қалаған, отарлаудан халқын сақтап қалғысы келген. Сөйтіп екеуінің арасында тартыс басталған. Сол күресте Шалкиіз жырау Жүсіптің жағын қолдаған, бірақ кейін Ысмайылдың жақтастары Жүсіпті өлтіреді де, Шалкиіз сол жақта қалудан бас тартып, өзінің еліне, Қазақ хандығына қарай келген деседі. Енді оның би Темірмен байланысы бар, яғни Шалкиіз жырау би Темірдің қасындағы кеңесшісі болған. Оның әрбір қателік жасағанда оған кеңес беріп, керек кезінде тоқтау айтып, ханға қарсы сөз айта алатын жырау болған, өте беделді жырау болған. Оның бізде енді қарастыратынымыз би Темірге бірінші толғауды сіздердің оқулықтарыңызда ол берілген. Келесі және би Темірді қажы сапарынан тоқтатуға айтқаны деген бар. Бұл қажы сапарынан тоқтатуға айтқаны би Темір қажылыққа аттанайын деп жатқан, соған дайындалып жатқан екен, бірақ егер ол қажылыққа кететін болса, арада ұзақ уақыт өтеді. Сол ұзақ уақытта елді басқаратын кім болады? Елді халықтың оған назы, реніші бар. Егер қажылыққа кетіп қалатын болсаң, онда еліңді кім қарайды, жаудың қолында кетеді ғой деген секілді, өзінің ақылын, кеңесін, тоқтатуын елдің атынан, халықтың атынан осы би Темірге осы жыр арқылы жеткізген екен. Бұл кісінің жырлары орыс тіліне аударылған. Ол туралы сіздер оқулықтан өздеріңіз ізденіп табасыздар. Өйткені біз ақпаратты өзіміз ізденген сайын, ол біздің миымызда есте жақсы қалады. Бұл жырлардан бөлек оның асқар тау, қоғалы көлдер, қомсулар, алаштан байтақ озбаса, жапырағы жасыл жау терек, шағырмақ бұлт жайтастар деген секілді жырлары бар.
Енді оның Битемірге бірінші толғауын Шалкиіздің мәтінін қарап көрейік. Яғни әр жыраудың өзіне тән стилі бар дедік. Жиенбет жырауды жаңа ғана таныстық, иә? Енді Шалкиіз Битемірге айтады: алып басқан, арабы торым өзіңсің дейді. Жазылы алтын қол кескен, алдаспаным өзіңсің. Білерді білмес не демес, сұлтан ем, сен менің бармай тапқан қағыбамсың дейді. Қарап тұрсаңыздар, асты сызылған сөздер Шалкиіз жыраудың Битемірді осы арабы торыға, алдаспанға, қағыбаға теңеп тұруы. Яғни бағана Жиенбет жырау өзінің ханын даттайтын болса, оған ренішін айтатын болса, тікелей айтқанда жамандайтын болса, бұл жерде Шалкиіз керісінше Битемірді мақтайды, яғни қағыбаға теңейді. Және соңғы жолдарын қарасақ, көбең семіз торыңмын, көп құлыңның бірімін дейді. Жиенбет Есім ханға сенің құлың мен емес десе, Шалкиіз оған көп құлыңның бірімін дейді. Осындай ерекшеліктері бар. Сол жағынан біз жырауларды бір-бірінен шығармалары арқылы ажырата алу керекпіз. Және соңғы жағында: сен алтынсың, мен пұлмын, сен жібексің, мен жүнмін, сен сұлтансың, мен құлмын, сен сұңқарсың, мен құлмын деп керемет метафораны бізге береді. Бұл оның жырында соңғы шумақтарында ғана осылай берілген. Сонымен қатар сіздерде 4 баспаның бірінде ғана осы Шалкиіз Тіленшіұлының нақыл сөздері берілген. Бұны да сіздер Шалкиіз туралы дәптерге конспекттілеген кезде бұны да қосып алыңыздар. Асқардан биік тау болмас, басына балапан ұшып қона алмас. Бүркіттен қыран құс болмас, бауыры жайылмай бөр алмас. Күле кіріп, күңіреніп шыққан достан сақтасын, ақылсыз достан ақылды дұшпан артықты, жаманның жалаңдаған тілі жау дейді. Яғни осы 4-еу ғана берілген, бұны да есте сақтап аламыз. Келесі жырау бізде Ақтанберді Сарыұлы 1568-1675 жылдар аралығында өмір сүрген, дүниеге келген уақытына орналасып кетті. Ары қарай осыған дейін өткен жыраулардың бәрінің туған жері Батыс Қазақстан өңірі болса, Ақтанбердінің туған жері оңтүстік Қазақстан Қаратау бойы. Осылай әр жыраудың өзіне тән ерекшелігін еске сақтаймыз. Бұл кісінің әкесі Сары, анасы Сырбике, жырау би әскербасы Батыр. Негізінен жастайынан ата-анасына жетім қалып, Бердіке Батырдың қолында өскен, барлық осы батырлық, жауынгерлік өнердің барлығын осы кісіден үйренген. 10-11 жасынан бастап өлең шығара бастаған, өзінің жыраулық өнері сол кезден бастап көріне бастаған. Және Ақтанбердінің осыған дейінгі басқа жыраулардан ерекшелігі, бұл кісінің өмір сүрген ғасырлары дәл жоңғарлар мен қазақтар арасындағы қиян-кескі соғыстар уақытына дәл келеді. Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұлама оқиғасы болған кезде соның барлығын Ақтанберді жырау өз көзімен көріп, сол кездегі соғыстың басы қасында жүріп, өзі де сол елді, жерді жаудан азат етуге атсалысқан болатын. Оның толғауларындағы негізгі тақырып бұл отбасын құрметтеу, отанды сүю, ерлік, елдік мәселелері. Бұл жалпы көптеген жыраулардың шығармаларында осы тақырып тұстанады. Негізінен бізге жеткен шығармаларының барлығы жалпы алғанда 300 жолды құрайды. Оның негізгі шығармалары күлдір-күлдір кісінетіп, балаларыма өсиет, көк көгершін, түйе мойнын тұз кесер, жылқыдан асқан мал бар ма деген толғаулары бар. Бізге мектеп бағдарламасында күлдір-күлдір кісінетіп және бабаларыма өсиет деген 2 туындысы берілген. Және бұдан байқайтынымыз, Ақтанберді жырау жылқы малына ерекше қадірлеп қараған, жылқы малын бір аса киелі санаған ердің нағыз көмекшісі деп білген. Күлдір-күлдір кісінетіп деген толғауында жыраудың азаматтық үні, өзінің арман мақсаты, алға қойған еліне қатысты мүддесі айқын көрінеді. Сіздерге ол үшін осы жырды толық оқып шығу керек болады. Және өзінің елін, халқын жаудан қорғауға дайын екендігін және ер рухы, қайтпас қайсарлық, алдына қойған мақсаттарын осы жырда көрсетеді. Және мына жерде сіздерге айтарым, балаларыма өсиет деген толғауы өте қысқа. Бұл
қиын емес, осыны да оқып, ол жердегі басқа жырлардан ерекшелікке де назар аударыңыздар, және сіздерге таныс емес сөздер болса, ол сөздердің мағынасын сол оқулықтың ішінен іздеп тауып жазып алуға тырысыңыздар. Келесі жырау бізде Бұқар жырау қалқамандылы. Өмір сүрген ғасырлары ол 17-18 ғасырлар. Біз білеміз, Бұқар жырау Абылай ханның кеңесшісі болған. Абылай ханның тұсында өмір сүрген, оның негізгі тоқтау айта білген, оған кеңес айта білген, керек кезде оған қарсы сөз де айта алған жалғыз тұлға осы Бұқар жырау болып табылады. Баянауыл ауданында дүниеге келген, сол жақта да дүниеден өткен, Көмекей әулие атанып кеткен, оның себебінде оқыған боларсыздар. Сөйлеген кезде жырымен сөйлеп, әрбір айтқан сөзі Көмекейінен бүлкілдеп жыр болып төгілгендіктен Көмекей әулие атап кеткен халық. Ол кісінің бізге оқулықта мынау алғашқы асты сызылып тұрған 3 жыры берілген. Тілек, Ай Абылай Абылай, Асқар таудың өлгені деген осы 3 жырды сіздерге оқу керек болады. Одан бөлек қазақтың ханы Абылай, ханға жауап айтпасам, Абылай ханның қасында, ал тілімді алмасаң деген секілді ханға қарсы айтылған жырлары өте көп. Бірақ біз бұл жерде тілекті қарастырамыз. Тілек өлеңінде бірінші тілек тілеңіз, бір Аллаға жазбасқа, екінші тілек тілеңіз, Әзәзіл пасық залымның сөзіне ербазбасқа, үшінші тілек тілеңіз, үшкілсіз көйлек кимеске деп, әрбір тілекті осылайша тізіп келіп 11-не дейін айтып шығады. Бұл сіздерге көп жауапты тест нұсқаларында келуі мүмкін. Мысалы, Бұқар жыраудың 8-ші тілегі, Бұқар жыраудың 5-ші тілегі деген секілді. Сол себептен бұл жырды сіздерге міндетті түрде жаттау керек. Одан кейін Ай Абылай Абылай деген толғауында Бұқар жырау Ай Абылай сен 11 жасыңда деп бастап адам өмірінің кезеңдерін әр кезде қалай болатындығын философиялық тұрғыдан 95 жасқа дейінгі адам өмірінің кезеңін пайымдайды. Одан кейін Асқар таудың өлгені деген толғауда философияға құрылған. Осы 3 толғаудың мәтіні де сіздерде берілген өткен сабақта айтылған оқулық KZ сайтындағы оқулықтарда бар. Бізде Бұқар жырау 9-шы сыныптың оқулығында берілген, ал осы Бұқар жырауға дейінгі айтылған 4 жырауды сіздер 7-ші және 8-ші сынып оқулығының мазмұнынан ашып таба аласыздар. Жалпы Бұқар жырау басқа өзіне дейінгі айтып өткен жиен бет қазтуғандардан бертін қарай өмір сүрген. Сондықтан оның жыраулық поэзиясында ерекшелік бар. Оның шығармаларының тақырыптық аясы өте кең. Ол жерде жақсылық пен жамандық, елдік пен ерлік, ізгілік пен зұлымдық, әділдік пен әдептілік, жастық пен кәрілік, татулық пен араздық, достық пен дұшпандық деген секілді әртүрлі философиялық толғамдар, пайымдар айтылады. Егер осыған дейінгі жырауларда тек қана бір туған жерден айырылу, елден айырылу, трагедия, жауға қарсы шығу деген сияқты ғана тақырыптармен шектелсе, ал Бұқар жырау шығармаларының тақырыбының аясы өте кең екенін байқаймыз. Және осыған дейінгі жыраулардың барлығының шығармалары ауыздан ауызға тарап, ауызша жеткендіктен небәрі бір азғантай ғана 5-6 туындылары жетсе, Бұқар жыраудың шығармаларын Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы жазып, жинақтап бізге жеткізгендіктен, ол кісіден бізге өте көп жырлары жеткен. Бірақ біз оның мектеп бағдарламасында берілгенін ғана қарастырамыз. Және менің сіздерге айтарым, мүмкіндік болса кітапханадан Мұхтар Мағауиннің Алдаспан деген кітабын тауып алсаңыздар, сіздер әрбір сыныптың оқулығын ақтарып отырып, ол жерден әрбір жырауды іздеп отырмайсыздар. Осы Мұхтар Мағауинның Алдаспан деген жинағында барлық жыраулардың жырлары толық жинақталған. Сол жерден оқып, тіпті сол жерден жаттап алсаңыздар да болады. Болады емес, тіпті сіздерге солай жасау керек. Одан кейін, егер де тағы да жыраулардың жеке өміріне қатысты, олардың биографиясына қатысты басқа да қосымша мәліметтерді оқығыларыңыз келсе, Мұхтар Мағауиннің Қобыз сарыны деген кітабын алып оқып көрсеңіздер болады. Бірақ бұл енді міндетті емес, сіздерге қосымша білімдеріңізді кеңейту мақсатында.
Енді сіздер бүгінгі сабақта көрдіңіздер. Осы сабақтан соң сіздерге Қазтуғанның қонысымен қоштасу жырын, Жиенбеттің еңселей бойлы ер есім, Шалкиіздің Бейтемірге айтқан толғауын, Ақтамбердінің күлдір-күлдір кісіне тіппен балаларыма өсиет жырларын, Бұқар жыраудың тілек, ай абылай, Асқар таудың өлкені. Осы жырлардың барлығымен танысу керек болады. Және оқулықтың әрбір баспасын қарап, әрбір баспада берілген жырауларға қатысты ерекше мәліметтерді жазып алу керек. Яғни олардың шығармалары қай жерде басылған, қай баспадан шыққан, кім бастырған, орыс тіліне аударылған ба, аударылған болса оны кім аударған, қай баспадан шығарған деген секілді өздеріңізге қажет мәліметтерді өздеріңіз ізденіп отырып жазу керек болады. Сіздер кітапты ақтарып іздеген мәлімет, бұлайша сіздерге видео сабақ көру арқылы дайын берілген мәліметке қарағанда естеріңізде жақсы сақталады. Сондықтан бүгінге сіздерге осы, барлықтарыңызға сәттілік.